Келесі, үйден саяжайға дейін автобуспен, трамваймен немесе таксимен баруға болады. Кестені пайдаланып, үйден дейді саяжайға дейінгі жұмсалатын ең аз уақытты табу керек. Так, автобуспен сперва аялдамаға шейін барам, 20 минут барам. Потом 1 сағат 55 минут бойы жолда болам. То есть 1 сағат 55 минут дегеніміз ол бізде 1 сағатың ол 60. 60-ға 55 тосам, сонда 115. Кейін тағы 5 минут тосам, 120 болады. 120-ға 20-ны осам, 140. Мұна жалпы 140 минут кетеді екен. 1,5 сағат деген ол менде 90 минут. 90-ға 40-ты осам, 130. 15-ті осам, 145. Бұл пока что болмайды. 1 сағат 20 минут ол 80 минут. 80-ге 30-ды қосам менде 110. 110-ға 25 осам, 135. 135 деген ол 120 плюс 15 қой. 120 деген ол 2 сағат, амна 15 минут. 2 сағат 15 минут мендегі С жауабы.